Кісі үйі қанша жақсы болғанмен адамның өз үйіндей болмайды екен. Өз үй өлең төсегім-ай деп бекер айтпаған ғой. Шаңырақтың басқалығы көңілге көлеңкесін түсіреді де тұрады. Оқудан қарнымыз ашып келеді әрине. Зәуре жеңешем Рамазан екеумізге нан үзіп береді. Маған аздау, оған көптеу етіп үзіп беретін тәрізді. Көже құйғанда Рамазанға ас шелектің түбінен алып қоюырақ, маған сұйығырақ құятын тәрізді. Осының бәрі дық болып ішіме жинала береді. Ақымақтық десеңші. Жарайды, солай-ақ болсын. Мейірбан ана жүрегі іштен шыққан шұбар жыланына бұрып-ақ тұрсын. Бұл заңды емес пе? Өз баласына бүйірі бұрмайтын пенде бола ма? Бұл үшін ішіме арамдық жинап бұртиюға менің қандай хақым бар? Соншама кінәмшіл болатындай мен бұларға немді өткізіп қойыппын. Қайт кетәрі демей ауырсынбай пана болғандары үшін мыңда бір рахметімді айтуға тиіс емеспін бе? Бергендерін ішіп жеп шарқылдап жүре беру парыз емес пе маған? Жоқ, бұл ойдың бірде-бірі менің ақымақ басыма жоламайды. Әлгінде ұсақ түйекке кінәмшіл болуым сыздауықша ісініп асқына береді. Анда-санда Қостөбеге келгенде нағашым үйін жамандап сөйлейтін әдеп таптым. Мені өзі балалармен тең көрмейді, алалап қарайды. Жаман иттің басын алтын табаққа салсаң, шоршып түседі секілді менің бұным нағыз есірік екен. Сарбастаудағы күнім ұмыт болды. Есімді жинап алдым да, енді даңдаси бастадым. Өз балаларыңмен бірдей, тіпті олардан гөрі де тәуір жағдай жасамасаңдар, кетем дегенде қыр көрсететін болдым. Қайда кетпекпін? Сүмбеде үлгілі колхозында менің аталас әпкем Тынымжан тұрады. Күйеуі Әлқожа колхоз председателі. Тынымжан осыдан 2-3 жыл бұрын түскен үлбіреген жас келіншек. Әрі сұлу, әрі мырза. Одан 15 жаста ересек күйеуі Тынымжанды әлпештеп ұстайды. Тынымжанның мырзалығы сонша тамақты құс төсектен түспей отырып ішеді. Отын суға араласуды білмейді. Шешесі Әлипа қолында тамақты сол жасайды. Тынымжанды бауыр тартып мен бұл үйге келіп тұрам. Дастарханы мол, дәмді ішіп, дәмді жейді. Тынымжан әрі мейірбан, әрі ақ көңіл адам. Келген сайын құшағын жайып қарсы алады, мейлінше тойғызып жібереді. Басқа сыйдың маған керек жоқ. Нағашым үйінен кетсем, осы Тынымжан үйінде жүрсем деп арман етем. Бірақ жайдан жай кете салу ыңғайсыз, сылтау керек. Шіркін, бір сылтау табылса. Қыз. Сүмбенің солтүстік батыс жағы биік қырқа. Шаңғы мен сырғанақ тебуге қолайлы. Базарда шаңғы табылмайды. Дүкенде сатылмайды. Кәдімгі қазақ үйдің уығын екі-екіден қабаттап шегелеп қолдан шаңғы жасап аламыз. Атамның көне заттар музейінде бір бума уық жатқан оқушы біледі. Рамазан екеуміз содан ептеп жымқырмақшы болдық. 2 уықты суырып алып, енді 3-шісін тартқылап жатқан кезде атам кіріп келіп қалсын. Рамазан бұрын көрген екен, періп ұрып жөнелді. Құтылып кетті. Мен сасқалақтап қаша алмай қолға түсіп қалдым. Қылмыс үстінде ұсталған соң аяу болсын ба? Атам зірк-зірк етіп құлағымды шытырлатып соза бастады. Пәле алдымен менен шығатынын ол біледі. Құлағым мүлдем жылынған адамша қоймадан еңіреп шықтым. Енді бітті, мұндай нағашыдан бездім. Бұл қорлыққа шыдағанша қаңғып жөнелгенім артық дедім де, үйге кіріп кітап қағаздарымды жинай бастадым. Нағашым үйінен кетудің сылтауы әдемі табылғанға ішімнен қуаныш дедім. Үлгілі колхозы сол көшенің бойында төмен жақта. Аяғым қаздан-қаздан етіп Тынымжан үйіне келе жатырмын. Осылайша менің Тынымжан үйіндегі өмірім басталды. Тынымжанның шешесі Әлипа пысық ақсұр кемпір. Қарсыдағы ас үйде бөлек жатып, бөлек тұрады. Бұрын анда-санда келгенде ол мені жаман қарсы алмайтын. Пәлендей менен үріккенде қатымыр мінез көрсетпейтін. Сөйтсем, оның бәрі белгілі бір шекке дейін ғана екен. Едіреген сары мұрты бар Әлқожа әрі табыскер, әрі сері жігіт. Үйінен қонақ үзілмейді. Күн ара мал сойылып, тегеш-тегеш бауырсақ қуырылып жатады. Соншама көл-көсір мол дастарханнан Әлипаның аңдыған баққаны енді менің ішіп жегенім бола бастады. Мен таңертең оқимын, сондықтан ерте тұрам. Әлипа менен де ерте тұрады. Ақ шайнекпен бір шайнек шай ыстады. Кешеден қалған дастархандағы көп туралы нанның тілдей 2 жапырағын бөлектеп алдыма қояды. Тақ-тұқ боп тойыңқырамай қалам.
Тағы сұрауға ұялам. Түсте үйге ішімде ит қыңсылап әрең жетем. Жалпы дастарханның үстіне түссем, онда еркімше ішіп жеймін. Әйтпесе Әлипа маған тағы да тамақты бөлектеп беріп, жартпай қаратады. Кеште бұл үй қонақсыз болмайды, әстеге тасылады. Ауыл белсенділері жиналып арақ ішіп карта ойнайды. Дүкенде спирт көп, су қосып спирт ішеді. Жарты стақанды қылқылдатып бірақ жұтады да, көздерін тарс жұмып, мұрындарын нанмен бітеп, тым-тырс отырып қалады. Қиналғаны ма, жоқ әлде рахат тапқаны ма, маған түсініксіз. Босаған бөтелкелер төсектің астында мастарша қылжиып жатады. Кешкі астың үстінде Әлипаға мені бөлек тамақтандырудың реті келмейді. Дастарханға жалты жұртпен қатар отырамын. Менің дәл қасыма тақалып Әлипа отырады. Көзінің қиығымен оның аңдыған баққаны енді мен болам. Қолым табаққа қарай қозғалғанда, Әлипаның көзі қуалап бірге қозғалады. Тоқ жүріп жатқан жалаңаш сымды ұстайтын адамша саусағымның ұшы дір-дір етіп, мен етті әзерлеп аламын. Аузыма асықпай салып, тоқмелсіп, өте бір сабырмен шайнап жеймін. Әлғожа мен Тынымжанға бұл ұнамайды. «Ей, жөндеп ал, жігіт адамжа асап же», дейді Әлғожа. «Сен өзге жұртқа қарама, жеп-жеп тойып ал», дейді Тынымжан әпкем. Осы сөздер қамшы болады да, мен қолым табаққа батыңқырап кетеді. Бұл енді Әлипаға ұнамайды. Сүйекті қатқыл шынтағымен ол өзге жұртқа сездірмей бүйіріме түртіп келіп қалады. Сұғанақ болма, байқа дегені. Табақтағы ет азая бастағанда Әлипа қонақтарға алыңдар, жеңдер деген болып, менің алдымдағы етті ары қарай сырп-сырп тастайды. Менің алдым тақырайып бос қалады. Бұл оның сен енді тойдың доғар деген сөзі. О, Әлипада айлау көп. Тамақтан шет қағудың ол неше алуан атысын ойлап табады. Ет турап болып, жұрт жаппай сұғынған кезде ол кенет: «Қораның аузы жабылмады ғой деймін, бөтен сиыр кіріп кетіп жүрмесін, барып жауып келші», дейді маған. Мен тұра кеп жүгірем. Жабық екен деп қайтып келем. Еттен енді ала бастағанында Әлипа тағы жұмсайды. «Самауырдың отын қарап келші, өшіп қалмап па? Сөне бастаса үстемелеп шаңқа салып қой». Мен өртке жүгіргендей замғаймын. Әлгінің бәрін бірер минутта тындырып қайтып келем. Тез оралуым Әлипаға ұнамайды. «Не көрінді соншама, жауқуды ма?» деп алара қарайды. «Тамақ желініп болмастан, ана үйден сорпа ішетін 2-3 кесе алып келші», деп және жұмсайды. Мен оралғанша тамақ жиналып қалуы мүмкін. Осыны ойлап қалай да есем кетпесін деп, етке шеңгелімді мықтап бір батырамын. Көрші үйге жеткенше асап жеп барам. Тынымжан әпкем шешесіне тартпаған алтын адам ғой. Мені әлсін-әлсін безектетіп жұмсай бергенге ол шыдамай кетуші еді. «Немене балаға тамақ жегізбейтін болдың ғой? Барма, тамағыңды жеп бірақ бар», дейді. Кәрі сүйек Әлипа кейде ауырып қалады. Сонда пісі күйек тамақтың кілтін қолынан шығармайды. Ыңқылдап жүріп дастарханды өзі жаяды, өзі жинайды. Дегенмен қытымыр кемпірге мен дағы есемді жібермеуші едім. Күндіз сабаққа ас үйде отырып дайындалам. Әлипа бір кіріп бір шығып шаруа істеп жүреді. Кейде оны-мұны жұмыспен көршіге Әлғожаның ағасы қожаның үйіне кетеді. Тез оралмай шәй ішіп бөгеліңкіреп қалады. Мен бұл кезде сабақты қоя салып, жамбағыстың біраз әрекетіне кірсем. Ықтияттап буып қойған дастарханды тез шешіп, тураулы нанның бірнеше жапырағын қалтама жымқырам. Сосын ойнаған болып далаға шығып кетіп жеп келем. Кейде дастарханда тураулы нан болмайды. Тапа нандар кебежеде. Кебеженің аузы құлыптаулы. Төп жағынан ашылатын кішкентай ақ құлып. Менің құлып ашу үшін жасап алған бірнеше істік сымдарым, шегелерім болады. Мынау ақ құлып бүйім ба? Бұның көкесінде құлыптарыңды ашып та, жауып та білгенімді істей алам. О, бар байлық кебежеде. Тапа-тапа нан, құрт, май, қант. Менің көзім тұнып кеткендей болады. Құрттың 2-3-еуі, бірнеше шақпақ қант лезде қалтамның түбінде жатады. Тапа нанның бүтініне тимеймін. Тисем пәл емес пе? Қайнанның қашан үзілгені Әлипаның көңілінде жаттаулы. Үзік нан болса судан ғана өте еппен, Әлипа сезбейтіндей етіп үзіп алам. Ақ құлып басып қалсаң шырт етіп өзі жабылады. Осының бәрін мен бес аяғы бірнеше минутта істеп үлгеремін. Қолдарым кебеженің ішін реттеп жатқанда, екі көзім терезеден сыртты бақылауда болады. Әлипаның қарасы көрінгенде аласа столға жабысып, сабақпен басым қатқан боп тұнжырап отыра қалам. Әлғожа үйі сауынсыз болмайды. Бір сиыр және бірнеше қой ешкі сауылады. Сүт мол. Бірақ Әлипа татырмайды.
Айран ұйытады да дорбаға қатып сүзеді. Қазанда бетіндегі қаймағы сап-сары болып кісіні еріксіз қызықтырып піскен сүт тұрады. Мен ары өтіп бер өткенде көз қиығыммен қарап өтем. Қалыңдығы бір елі балқаймақтан асағым сүт ішкім келеді. Бермесе қалай асап қалай ішесің? Менің басым конструктордың басы деп бекер айтпайған ғой деймін. Қаймаққа тиісе алмасам да сүт ішудің әдісін таптым. Аулада не көп, сабан көп. Ұзындығы сүйемдей сабан тауып алам. Бір жақ ұшын пышақпен жонып үшкірлеймін. Болды бітті. Қазандағы сүттің қаймағының бір шетінен әлгіні сұғып жібер де сора бер. Кәдімгі осы кездегі ресторанда коктейль ішкен тәрізді. Сорған сайын тәп-тәтті салқын сүт таңдайыңа фонтан болып тиеді. Сабанды қайта суырып алғанда орны білінбей жабылып қалады. Әлипа ештеңе де сезбейді. Әрине, мұнда да нысап керек. Сүттің дәмділігіне қызығып жұта берсең, қазан ортайып қалады. Қаймақ бұзылмағанмен шөгіп төмен түсіп кетеді. Әлипа сезік алады. Япырау, мына сүтке не болды? Қаймағы бүтін тұрып, бұл неге ортаяды демей ме? Тіршілік үшін бір қарынның қамы үшін мен Әлипамен осылай арбасамын. Әлқожа үйімен бетпе-бет, бір қораның ішінде оның ағасы Қожаның үйі бар. Қожа ауылдық советтің председателі. Елемес дейтін ұлы және 2 қызы бар Қожаның. Елемес екеуміз бір класста оқимыз. Ал қыздары мектеп жасына толмаған. Әкелеріне тартқан үрпиген сары қыздар. Қожа мен Әлқожа бет сүйектерінің бітімі қазақи бола тұрып, шикіл сарының нағыз өзі. Олардан тараған балаларда түлкінің күшіктері тәрізден біреуінен біреу аумай, сап-сары боп түсе қалған. Бұл тұқымының ерекшелігі жалпы бұл ғана емес. Әкелері күшіген мылқау. Күшігеннің қарындасы осы күні кемпір боп қалған алтын бала, ол да мылқау. Күшіген шал. Қабағы түксіңкі жүретін сүйекті 4 адам. Шаруақор. 2 үйдің отын су дайындау, бақша салу, малға қарау секілді бүкіл шаруасын өгізше пыс-пыс етіп үнсіз қимылдап жүріп бірөзі тындырады. Алтын бала да ол да сөйлеген сөзіңді аузыңнан қимылына қарап түсінеді. Бұл екеуі дым білмес, бітеу мылқаулар емес. Бір буынды, 2 буынды қысқа сөздерге тілдері ара-тұра келіп те қалады. Бірдеңені шүлдірлеп қысқа қайырып айта алады. Күшіген қарулы адам, шаршау дегенді білмейді. Бірдеңеге ашуланса шоқ басып алғандай жаман бажылдайды. Жүгіріңдер, ана кісі неге ашуланды, дейді Әлқожа. Қожаның кіші қызы Ерке қолынан тамақ түспейді. Төсегінен апа нан деп түрегеледі. Ойын үстінде құрт па, кәмпит пе малжаңдап жеп жүреді. Шешесі таптап қояма, қайдам, кіші қыз сондай сараң. Қолындағысынан сұрасаң бермейді. Бір күні кіші сары қызы есік алдында ойнап отыр екен. Қолында добалдай наны бар. Наныңнан берші дедім. Бермеймін. Қалайда қызды алдап нанын жегім келді. Тартып алуға болмайды, жылайды. Наныңнан берсең қарындаш берем. Көрсеттім. Бір сүйемде қара қарындаш. Деп қыз басын шайқады, ұнатпағаны. Бәкі берем. Басқа ұсынар нәрсем жоқ. Аз тұртында сен нанды орысша жегенді білесің бе? Дедім. Қыз аң-таң боп тұрып қалды да тағы деді. Білмеймін, білгім келмейді деген. Орысша жеген қызық болады. Сен көрсең өліп қалар едің. Ой, қуай, алдайсың. Алдамаймын. Сенбесең наныңнан бір үзіп берші, көрсетейін. Қыз нанынан кішкене үзіп берді. Алдым. Енді бұны қалай жесем орысша боп шығады деп ойлап тұрмын. Жай асай салғанмен ендігі әрі қыз алданбайтын болады. Мен де жарымаймын. Нанды көзіме табаққа әкелдім де бір түрлі үріккен жүзбен тесіліп қарап алдым. Сосын 2 танауыма кезек-кезек басып иіскедім. Иіскеген сайын тыжырынып басымды қалтыратып қоям. Аузымды арандай етіп ашып, көзімді бір жұмып бір ашамын. Аузымды және бір ашқан кезде нанды өңешіме қарай тастап келіп жібердім. Сосын көздерім алақ-жұлақ етіп обырланып шайнай бастадым. Құдай оңдап, осы қимылымның бәрі де сары қызға әсерлі шықса керек. Ол шексілесі қатып күлді. Мә, тағы да орысша же. Тағы жедім. Жаңағыдан гөрі де құбылтып әсерге бақтым. Жаңа тың құбылыстар ойлап табам. Қыз риза, нанынан үзіп бере берді. Ең қызығы бір үзім наны қалғанда қыз, қалмақ қалай жейді деп сұрады. Енді ол мені цирктің бір ойыннан бір ойыны қызық дарақшысы тәрізді көріп алды. Қалмақ па, қалмақ нан жемейді. Енді не жейді? Қалмақ тек кәмпит немесе қант жейді. Сары қыз үйіне жүгіріп кетіп бір уыс кәмпит алып шықты. Қойдың құмалағындай домалақ арзан кәмпиттер.
Мә деп маған қалмақша жеуге әуелі соның бір түйірін берді. Кәмпитті қолыма алып тағы да ойланып тұрмын. Қалай жесем қалмақша болады? Қалмақша бұл жақсы сәтті желінсе, ана басқа кәмпиттер де менікі болады ғой. Жаңағы көрсеткендерімді қайталау жарамайды. Оның енді қызығы болмайды еш. Түсін кесінеген адамша аузымды кең етіп аштым, қайта жаптым. Тағы ашып, тағы жаптым. Мұрнымды тұжырып, басымды шайқап-шайқап қойдым. Бұның бәрі түгелеп табалмағанның далбасасы еді. Аузымды және бір ашқанда кәмпитті көмейіме қарай жіберіп кеп қалайын. Көздеп дәл жіберсе де мұндай болмас, өңешімдегі тілшікке жабысты да қалды. Жұтпақ болсам жүрмейді, кептеле түседі. Деп кәдімгідей шындап қақала бастадым. Кәмпиті құрғыр не ары не бері кетпейді, тынысымды бітеп өлтіріп барады. Көзімді алақтап, өз мойнымды өзім тырналап жанталасып жатырмын. Нағыз қалмақша жеу осы болды. Өлдім талдым дегенде кептелген кәмпит ары кеткендей болды. Тынысым ашылды. Өзім терлеп те кеттім. Жағамды ағытып есімді жинай алмай жатсам, сарғыз және бір тал кәмпитті аузыма тықпалап, "Мынаны да қалмақша же" дейді. "Ой, кәмпитіңде өзіңде құрып қал, жоғал аулақ." Соңыра тіптен қызық болды. Бәріміз шай ішіп отырғанбыз, кенет сырттан сарғыз кіріп келді. Екі үйдің еркесі оған жол бос. Әркімдерді кимелеп дастарханға кеп бір жапырақ нан алып, "Мә, орысша же" деп менің аузыма тықпалап жатыр. Мен не айтарымды білмей сасып қалдым. Отырғандар және аң-таң. "Мынау не айтады?" дейді Әлқожа. "Мына неменің орысшасы несі?" дейді Тынымжан. "Мынау нанды орысша жейді, қызық жейді. Менде бір бәле бар екенін бірден сезіктенген Әлипа болды." "Таста нанды орысшасы несі? Дәуде болса мына қу бірдеңе ойлап тапқан ғой." Артынан оңаша жерде сары қызға түсіндіріп жатырмын. "Сен маған жұрт көзінше орысша же деме, ұқтың ба? Жұрт бар жерде болмайды. Нанды да кәмпитті де оңаша қалып кел." "Мақұл."